Қалада тұрсақ та тақтайдай тегіс жолға жармай отырғандарынан алыйды. Жазда шаңнан, жауынды күні лайдан көз ашпаған айтудай айтып-ақ келеді. Бірақ одан шыққан нәтиже жоқ. Ал көшедегі жарықшамның жыра шешілмейтін мәселеге айналғандай. Жылда мына жерге жиналып тас төсейміз. Тас төсеп, оны жайып өзіміздің жағдайымызды өзіміз істеп жатырмыз да, былай қарап келсең. Ал көшеге жарықты да, мына жер әр 2-3 үйден бір жарық орнатып қойдық. Амал жоқ, өзіміз үшін, бала шағамыз үшін. Кешке қысқа қарай оқушылар кеш қайтады. Сағат 6-да қараңғы болады. Алдынан шығып тұрамыз, не қыламыз, сол жағынан қиналмасын деп, әр 3 үй 4 үйден бір жарық істеткізіп қойдық. Ол өзіміздің счетчигімізге қосылады, ол айналады ол. Биліктегілерден үмітін үзген Қараша қалталарынан қаржы шығарып көшеге шағал тасты өздері төсеген, тіпті электр бағаналарын да орнатыпты. Основаниесі 92-93 жылдары берілген учаскелер ғой, ЕЖС, тұрғын үй салуға. Сол 20 жылдан астам уақыттан бері осындай коммуникация ешқандай жоқ, жүргізілмеді. Мына жерде көшемізге жиналып, өз күшімізбен, өз қаражатымызбен қайталап қаншама рет үшінші, төртінші қайтара тас төсеп жатырмыз, лайға батып, балдарымыз оқуға жете алмайды. Тур мектептің тұсы, мектепке баратын астана оқушылар жүретін жол. Ал әкімдіктегілер Өтеген Сейітов көшесінің жағдайынан хабардар болып шықты. Аталмыш көшені асфальттау үшін ұсыныста беріліпті. Бірақ әзірге конкурс жарияланған. Жеңімпаз анықталған соң жұмысқа кірісеміз деп отыр. Екі шағын ауданына жалпы 14 көшенің жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 100 мың теңге бөлінген. Бүгінгі таңда тапсырыс беруші автомобиль жолдары бөлім тарапынан, мемлекеттік сатып алу бөлімі тарапынан конкурс жүргізілуде. Аяқталған соң жалпы 14 көшеге жөндеу жұмыстары басталатын болады. Оның ішінде Сейітов көшесін жөндеу жұмыстары қарастырылған. Жарық бойынша біз жалпы аудан бойынша 50 көшені ұсынылған ЖКХ-ға. Бүгінгі таңда жобалау сметалық құжаттамасы әзірленуде. Әл-Фараби ауданы бойынша. Сейітов көшесі жоқ. Бүгінге дейін шыдамдық танытып келген тұрғындардың мәселесі тек ендігі жылы орындалатын болды. Алайда аталмыш көшеге жарық берудің аулы алыс көрінеді. Өйткені Әл-Фараби ауданы бойынша 50 ғана көшеге ұсыныс берілген. Оның ішінде Өтеген Сейітов көшесі жоқ. Нұргүл Жолымбет, Талғат Қырғызалиев, Антон Семенов, ТВК телеарнасы.